балалардың танымдық қабілеттерін дамытып қана қоймай, экологиялық мәдениетті қалыптастыруды нәтижесінде балаларды мектепке тек білім ғана біліп қана кетпей, табиғатты бақылау, қорғау мен адамгершілік құндылықтарды сақтауға дайын күйінде барады деп ойлаймыз. Құрметті әріптестер, бүгін біз сіздерге Жайнагүл Жанжықызы екеуміз жасыл балабақша болашақтың бастауы атты эко-жобамызды ұсынғалы отырмыз. Қош келдіңіздер. Болашақ тобының балдарын ортаға шақырайық. Мен Түйіні Сақтаймын. Мұрат ұлы сіздерге фикус күнін таныстырамын. Мынау фикус күні еуіп тараған гүл, жапырағы жасы жалпақ болады. Шаршығы сияқты ауаны тазартады, жағақ жүйді өседі, суда ас ішеді. Бекболат қызы, сіздерге кактус күнімен таныстырамын. Мына кактус күні сізді сабақта тікенекті болады. Кактус күні тікенектерден сақ болу керек. Сіздерді алая гүлімен таныстырамын. Мына алая гүлімен. Алая гүлмен жылдық деп айтады. Сабағы жуан, жапырағы шыштық келеді. Түрі алулады, емдегі болады. Бет күтіміне азғазаны арып, басын арып емдегі болады. Алаяладан бас жуатын жапон жасайды. Мамаламыздың біліне жағатын келіп жасайды. Алая гүлдейді, бірақ серік күдейді. Анамын, зияны бит, панамын, таза болсын, табиғат бізді аман боламыз. Бұтақтарды сындырма, тазақты сақтап, көл үсіп суы, табы қоғайын. Сүйікті табиғатты аяғыр, біз одан жақсылықты аямайық, анады табиғатты аясына тазақтасталса деймайық. Көптеген сабақтарды осы экологиямен байланыстырып, көптеген сабақтар жүргіздік. Балалар деген өздері қолдарынан өсімдіктерді екті, гүлдерді екті, баптады. Олардың күнде өсуін өлшеп, күнде өздері су құйып тұрды. Біздің мынау өзіміздің тобымызда жасаған жылыжайымыз. Осынан балалар алып, өсімдіктерді өсіріп, баптап, күтіп, ішіне орналастырып жүреді. Суыққа төзімді, ішінде мұндай жарық қондырып қойдық. Қазір сіздердің алдарыңызға осы балдардың дайындаған столын қоямыз. Укропымыз, мынау асқабағымыз, асылайымен асылының еккен. Міне барлығын жазып қойдық. Мынау тарбызымыз, Балабақшамыз. Бұл балабақшамыз экологиялық таза балабақша үлгісі, бұл макетіміз. Келешекте осындай балабақшада жұмыс жасаймыз деген үміттеміз. Енді бұл балабақшаның ерекшелігі ғимаратымыздың төбесінде күн панельдері орналасқан. Бұл күн панельдері күн сәулесін энергия көзімен алмастырады. Түскен күнді энергия алып бізге дайындап береді. Бұның ерекшелігі осында. Біз ата-анаға да осы балабақшаға баланы алып келгенде, кейбір әріптестерімізде көлікпен келеді ғой. Көлік ауаны ластайды, денсаулығымызға зиян, одан бөлініп шыққан түтіндер. Сол себепті велосипедпен келуде кеңес беремін. Балаларды велосипедпен әкеліп, мысалы үнемі қозғалыста боламыз, велосипед айдаса, таза ауа жұтып келеміз дегендей. Енді мына жерде сұрыптау жәшіктері, 3 түрлі жәшік берілген, қоқыс шелектері. Бұған біз бөтелкі ыдыстарды, шыны ыдыстарды және қағаздарды бөліп балаға үйретіп, балабақшамызды таза ұстауға балаларымызды үйретуіміз керек. Ал енді мына жерде көріп тұрғанымыздай балабақшамыздың ауласында кішкене ғана бақшамыз бар. Бұған балаларды біз еңбекке баулимыз. Яғни бұл жерге балаларға өздеріне гүл ектіреміз, талдар, көкөністер ектіріп, балалар соған өздері қызмет жасайды. Мысалы, суарат, топырағын қорсытады деген сияқты. Балаларға біз түсіндіргенде, біз сусыз өмір сүре алмаймыз. Су тіршілік көзі. Суымыз ар жағынан міне буға айналып жатыр. Көріп отырсыздар, құбылысты да? Құбылысты. Міне, жер шарынан жаңбыр, көлдер, сулар буға айналып көтеріледі жоғарға, одан бұлт болады. Бұлттан кейін міне жаңбырдың суы. Тұрған табиғат, оның астындағы суреттерді көріп отырсыздар.
жер шарын құшақтап тұр, гүл егіп жатыр, велосипедпен жүр, мына күннен энергия аламыз, мынау қоқыстарды жинап жатыр. Балалар, сонда біздің жер шарымыз қандай болады? Жер шарымыз күліп тұрады. Ал енді балалар, мына жерде жер шары жылап тұр. Неге жылап тұр бұл макетте? Заводтардан түтін шығып жатыр, машиналардың түтіні шығып жатыр, бензин, майлар төгіліп жатыр жерге, қоқыстарымыз шашылып жатыр, талдарымыз кесіліп жатыр, өзен суларымыз лас болып жатыр. Бүгін біз табиғат туралы әңгімелесеміз. Табиғат бізді қоршаған әдемі әлем. Біз табиғатта өмір сүреміз. Ауа береді, су береді, жылу береді. Сондықтан табиғатты қорғау өте маңызды. Барлығын дайындаған болатын. Енді сіздердің алдарыңызда сол балдарға жасаған мономер кескені танысып құрылымымен біліп отырсыздар да, мынаған қарап. Бүгінде менің үнсіздігім мен тыныштығымды адамдардың немқұрайлылығы бұзып барады. Сендер керексіз деп лақтырған әрбір зат менің бойымда жиналып, табиғаттың табиғи тынысын бөгеп тастады. Менің мөлдір бұлақтарым мұңайып, гүлдерім солғын тарта бастады. Бұл менің ғана емес, сендердің де болашақтарына түскен көлеңке. Мен жалғыз өзім бұл кедергілерді жеңе алмаймын. Бұл технология емес, бұл саналы адам. Біз технологиялар тек сендердің мейірімді қолдарының құралымыз. Болашақ табиғаттың тағдыры тек сендердің қолдарында. Күн батады, жүректі жырлатады, табиғаттың әні тамаша. Ақша бұлттар тіл қатады, таулар сыр тыңдатады, көңілмен сезіп қараса. Әдемі шай ішсең көңілің жай деп, әдемі шайдан алып үйге барып келіп шай ішесіңдер, шаршағандар басасыңдар. Жусан аршаларым, таңданып тамсанамын, жұпар аңқыған балдай.